тікелей эфирде мықтылардың ішінен шын мықтыны анықтауды мақсат еткен жобамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазір сахнаға болашақта жұлдыз болсам деген арманын арқалап, үлкен сахнаны бағындырам деп келген әкесінің ерке қызы Медина Күзембаева. Менің ойымша Медина қазірдің өзінде жұлдыз. Ең тәп-тәтті қылықты қатысушылардың бірі, әсіресе мына ұнайды маған. Медина? Бұлай, керемет. Көрерменге не айтасың? Көрермендер, мен сахнаны жарам. Маған дауыс беруді ұмытпаңыздар. Вау! Медина өз-өзіне сенімді. Ендеше қолдау көрсетейік балалар. Келістік пе, Медина? Саған сәттілік. Медина! Мен жобаға келгеннен кейін көп өзгердім. Бойым өсе бастады. Дастан ағайым сияқты өлеңдер шығара бастадым. Және жоғары нотаны жеңіл ала алам, сөз алам. Бұрындай емес болып кетеді даусым. Мен көрме таңдау кезеңіне дейін вокалды негізі хобби деп санадым. Ал қазір мен әнді өзімнің өмірім деп санаймын. Моя малышка, твоя улыбка, еңәдемі, самай вышка, самай вышка. Жекпе-жек кезеңінде мен өте қобалжыдым, бірақ сахнаға сонда әдемі походкамен шықтым. Мен сол әдемі походкамды жасағаныма, сонда жарқырап шыққаныма өте қуандым. Медина деген шок қой, көрген адам шок қой, шок. Дастан ағаның өз сондай сөздер айтқанына көп-көп рахмет айтам. Біз үш жігіт боп. Сол кезде ойладым, Дастан аға үшеуі мені өткізейін деп тұр ғой деп ойладым. Бір қызды қолдап, Мединаны өткізейік. Келіс па? Медина Күзембаева тікелей эфирге жолдама алды. Сол кезде өте қуанып қалдым. Негізі маған көп мүмкіндік беріп жатыр бұл жоба. Жекпе-жек кезеңінен кейін бағдарламаларға және концерттерге шақырды. Бірінші рет тікелей эфирде ән айтайын деп тұрмын. Сондықтан өте қуаныштымын, өйткені ол менің бірінші тәжірибем болады. Мединаның харизмасы жақсы. Медина көңілі әрі әнді жақсы айтады. Мне кажется, у нее большое будущее. Ол тек харизмасы арқылы көрермендерді баурап алады. Мен үшін келесі кезеңге өту маңызды деп ойлаймын. Өйткені мен осыған қатты мықты дайындалдым. Сондықтан мен келесі кезеңге өткім келеді. Құрметті менің көрермендерім, сол үшін маған дауыс беріңіздер. Тыңдап көр әнімді, мұңды емес көңілді, ескімес бүгінгі. Қарсалар таңыңды, дейіп көңілді, үзбей еш үмітті. Білме тек мұңға, жеңілме тек сынба өмірден. Әнді сен тыңда, қосыл бірге шырқа менімен. Эй, лапылда, жазда жағында барында, лапылда, ұнитатын ба, айтатын ба, биле әніне қайғырма. Татын ба, бір жағында, риза бол барыңа, достарың жаныңда, ойнап күл барыңда. Жаңа өмір баста, еш қысылмас аспа, бәрін артқа таста. Берме тек мұңға, жеңілме тек сынба өмірден. Әнді сен тыңда, қосыл бірге шырқа менімен. Эй, лапылда, жазда жағында барында, лапылда, ұнитатын ба, айтатын ба,
Медина Күзембаева. Дастанның ханзадалары мен ханшайымдары соңына дейін өнер көрсетіп болам дегенше бізде беш болып кететін сияқтымыз, солай ма? Я, керемет болды, Медина. Жанар, сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Қалай, сізге ұнады ма? Жалпы Дастан мырзаға айтқым келіп отырғаны, ол сіз шынымен де тобыңызға және де вокалына қарағанда харизмасы асып тұратын сондай артистерді жинап алыпсыз, керемет. Шынымен де енді Медина шынымен де сахна үшін жаралған бала. Мені таңғалдыратыны жобаның басынан бастап ол Мединаның жаңа вокалдық бір кішкентай енді ақаулықтарына қарамай сахнаға деген құштарлығы, сахнаға деген махаббаты бірден сезіледі. Менің орным осында деп шығады. Шегелеп тұр ғой дейсіз ғой. Сондықтан да менің ойымша жеңіске жетемі жетпеймі ол маңызды емес. Медина өзінің көрерменін тапқан бұл жобада, және де шынымен де жұлдызы өте жарқырайды деп ойлаймын. Рахмет, Жанар. Дастан. Айналайын, Медина енді шыққанда шоқ, өзі шоқ қылады бәрін. Кезекті рет айтқым келеді, Медина жаным, рахмет саған. Шынымен де бірінші шыққанынан бастап өзіңнің жарық өнер иесі екенін дәлелдеп келе жатсың. Және де бір ерекше айта кететін сәт, ол әр қойылымда сен енді мен ойлап едім, бір бағытта ғана сол өзіңді мінезін көрсете аласың ғой деп. Сөйтсем, жоқ, мен қателесіп келе жатырмын. Бүгін кезекті рет мен тағы да оған куә болып жатырмын. Себебі сен энергетикаң бүгін бөлек болды. Ішкі енді барынша энергетикаңды басқа бір бағытта, басқа бір мінезбен көрсеткеніңе мен қуаныштымын. Сондықтан да өнерің үстем болсын. Және де тағы да бір айта кететін жай, Дастан, сіз жақындай бастадыңыз ғой? Иә, мен тағы да жақындай бастадым. Себебі тура өзім сияқты сахнада жандырғанды жақсы көретін өнер иесімен бірге келіп, осы мүмкіндікті пайдаланып қалғың келіп тұр, осы әніне бірге билеп сіздер шапалақ соқсаңыздар. Мүмкіндік болса бәріміз бірге билейік, қайырмасына. Қалай қарайсыздар? Келісесіздер ма? Тікелей эфирде. Тікелей эфирде неге жасамасқа? Медина Күзембаева. Бір, екі, үш. Қайырмасы жігіттер. Қайырмасын. Көрермендер, егер Мединаның өнері сіздерге ұнаса, мына экранда көрсетілген QR код арқылы сайтқа кіріп, дауыс бере аласыздар. Медина Күзембаева, рахмет. Ал, сахна сыртына сені шығарып салайық? Кеткің келмей тұр ма? Достарың күтіп отыр ол жақта сені. Ал, біз әрі қарай жалғастырайық бағдарламаны. Рахмет.